Қайырлы құрметті көрермен тыңдарман, Ақтөбе қаласы мені тағы да таң қалдырды. Алдында кітапханаға барсақ, бүгін мінекей мейрамханаға келдім. Бұл мейрамхана Сақып деп аталады. Музей мейрамхана екен. Кәдімгі қазақтың өзінің бұрынғы ескіртті өміріне, ғұрпына, өмірінің салтына еніп кеткендей боласың. Көп келгеннен-ақ қарасаңыздар, мінекей мына жерде киіздердің төрт-төрт кіргеннен бастап, мына жерге кіріп келген бойда алдыңда киіз үйдің ішінде қазақтың бұрынғы кәдімгі бай тұрмыс салты көрсетілген. Кебежелері бар, сандықтары бар, басқалары бар, барлығы да осы жерде орналастырылған. Енді мына оң жағына келсек, міне мына аттың мынадай кәдімгі шынат сияқты осыны әкеліп қойған. Біздер археологиялық қазба кезеңінде сарматтар кезеңіне, ғұндар кезеңіне, түркілік кезеңдердегі осындайларды барлық көз алдымызға елестететін еді қой. Ана сарматтар кезеңінің қазбаларды табатын еді. Никто не украдет? Тапсырдың көшірмесін мейрамхананың ішіне жасап қойған. Енді ат әбзелдері бар, қазіргі күнделікті өмірде қолданылатын солардың барлығы осы жерге қойылған. Және осы жерде жаңа мен кірген кезеңде ұлттық киімде қазақтың аққу күйін тартып жатыр. Және өте әдемі орындайды екен. Былай қарай кеттік. Міне бұл жерде мысалы біздерде қазір үйреншік тапшан деп айтады ғой. Қараңызшы, ана жердегі суреттер қандай әдемі. Ана суреттерде қазақтың анасы, мұнда да аналары, еңбек етіп жатқан аналары қазақтың қара қазаны баласына жаңағы сусын беріп жатыр, көже ма, басқа ма, бірақ суреттердің өздері қазақтың бір өмір салты дәстүрін көз алдыңа әкеледі. Сондай ғани. Енді қазір былай қарай жүрсек, мына жақта тағы бір киіз үй бар. Міне мына жерде бір киіз үй болып, мына жерде бір киіз үй, ортасында қараңызшы, қазақтың кәдімгі біздің аналарымыздың кәдімгі кезіндегі үй тұрмысқа қажет кілемдерді қалай тоқыды, сол тоқымалардың, бұйымдарда қажет дүниелердің барлығы осы жерде орналастырылған. Жаңағы иіру, жіп жасау деген сияқты. Ана жерде Батыс Қазақстан облысында Тақсай ханшайымы деген атақпен танымал болған алтын ханшайымның суретін ана жерге қойған екен. Енді былай қарай келсек, тағы бір киіз үй бар. Бұнда да киіз үйде кәдімгі көрпелердің көпшіктері қараңызшы, қазақ кілемдері бар. Өңкей осы әрі қарай да болады. Үшінші киіз үй бар. Енді мына жерге бұрылатын болсақ, мінекей мынаның ішіндегі тағы ең жақсы ұтымды тұс, мына жерде арнайы дүкен бар. Мұнда кәдімгі ұлттық киімдер бар. Мұнда ұлттық киімдер әрі сақтықта екен, әрі жалғада береді. Мысалға, осының ішіне келген адамдар осынан жалға алып, осының ішінде әдемі фонда суретке түсуге мүмкіншіліктер бар. Және осы қазақы түрлі өнімдерді естелік ретінде сатып алуға да мүмкіншіліктер бар. Мысалға, қарасаңыз, мына жерде бас киімдер бар. Мынадай қылып жаңағы осы киіз үйлер бар, басқаларды сатыққа шығарып қойған. Осынысымен де өте ұтымды жасалған. Мінекей, мына әр бұрышты кәдімгі қазақтың бұрынғы салт дәстүріндегі қолданған дүние-мүліктермен байланыстырып жинақтаған ғой. Мына қараңызшы, қол диірмендері, осыны көп айтады ғой. Әңгімелерді айтады, қолдан жасайтын. Мына қараңызшы, қол диірмендері бар, сусын ішетіндері бар, ана жерде шүмектері бар, басқалары бар. Осының барлығын осы жерге әкеліп қойған. Жақтарына қарасаңыз, мына жақ бетте Алтыбақанның негізінде мынадай жақсы өлкелер болып жақсы пайдаланған. Енді қызығы, мынадай бөлек бейбіт залдары бар. Ішінде әлгі қасқырдың терісі де бар екен. Қандай әдемі. Қараңызшы, мына жаққа кірсеңіз, есіктің өзі қандай әдемі. Бұрынғы қазақтардың өздерінің былай деген көшпенді халық болғанда біз осы жердің иесі болдық қой, соны кәдімгі көрсетіп тұрады. Мына жаққа кірсеңіз, сол орта ғасырға, Алтын Орда кезеңіне, Қазақ хандығы кезеңіне, өзіміздің мына Жайық қаласы, Сарайшық қаласы, сол қалалардың бір жаңағы ішіне кіріп кеткендей боласыз. Кілемдер барлығы да. Қызған былай қарасаңыз, мына жерде былай жоғары қарай баспалдақ қойған. Мына баспалдақпен көтерілген кезеңде ана жерде кішкене бір жалау іспеттес қылып төмен қарай түсірген.
сол жерден қараса қазақтың 300 кіші жүз, орта жүз, ұлы жүздің ру таңбаларын белгілеген. Енді бұл жерден қарасаңыз қазақтың өзінің жаңағы ұстанған ыдыс аяқтарын өзін бұл жерге жақсы бір интерьер қылып пайдаланған екен. Жалпы мен Ақтөбенің өзінің экономикасының дамығандығын сырт келбетінен байқап тұрсам, сол рухани жағынан да дамығандығын, соның ішінде кәсіп иелерінің біздің тарихымызбен байланыстырғандығын, біздің тарихымызды насихаттауға кәсіпкерлердің қосып атқан үлесінің де зор екендігіне мен көзім жетті. Осы жерде ұлттық киім киіп алып қазақтың жастары қызмет етіп жүр. Студенттер бар, басқалары бар. Бұлардың барлығы да осы қазақтың бұрынғы тұрмыс салтында ұстанған дүниелердің барлығы көздерімен көріп жүр, жылы қабылдап жатыр. Алла болса, осыларда бәрін тұтынып өскен біздің жастарымыз Алла болса мықты болады деп есептеймін. Қазір екінші қабатты көтеріп мына жерден бір көрсетемін, сосын ана жақта да екінші қабатты көрсетемін, сонда көресіздер қандай әдемі екенін. Міне қараңызшы, қандай кең жақсы кеңістікті осындай әдемі етіп пайдаланған. Жаңа мен төменнен айттым ғой, мінекей. Мынау мінекей 300-дің ру таңбаларын мына жерге бейнелеп қойған. Біз қазір осы ру таңбаларын құлпытастардан ғана көреміз. Осы құлпытастардан көріп жүрген ру таңбаларымыздың белгілерін мінекей осы жерге түгел жинақтап қойған екен. Осылай мінекей екінші қабатқа көтеріліп, екінші қабатқа көтерілсе, онда тағы да бір үлкен қонақ күтетін зал бар екен. Кеттік, келесі жаққа. Мына екінші қабаты, екінші қанаты, ана қанатында отыр, мына қанаты көтеріліп келген кезеңде мынадай Мұхтар Әуезовтің сөзімен тұр. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Осындай сөзімен қарсы алады екен. Мүмкін жағында да көтеріліп келген кезеңде мынадай әдемі бөлмелер бар. Қараңызшы, мен Маңғыстауда болған кезеңде жер асты мешіті болады ғой, сонда көп қой. Сол мешіттердің іші, Бекет атаның басындағы мешіттің іші, біртүрлі ішкі интерьер соған ұқсайды. Менің көз алдыма сол елестетті. Әдемі етіп орналастырған. Енді мына жақ. Мына жерде үстелде отыратын болса, отырғыштармен мына жерде жантайып, жастанып, жатып тамақ ішуге болатын арнайы бөлме жасалған екен. Енді мына жақта да тағы бір бөлме бар. Ол бөлмеде менің түсінгенім бойынша бұл жақта намаз оқиын дегендерге жай намаздар бар. Соған арналған өз алдына бөлек бөлме. Енді былай қарай жүрсек, мінекей мына жақта да мынау деген бар ғой. Кәдімгі мына бұрын ертегілерде көретін едік қой. Қазір сарайшықты жақсы зерттеп жатыр ғой, сонда көптеген жаңағы үйлер болған деп. Біртүрлі көз алдымен сол кезіндегі біздің сарайшықтағы хандарымыздың, біздің ханшайымдардың отырған бөлмелері жасайды. Терезелердің бәрі соған. Мына жерде бір бөлме, және әрі қарай қараса тағы осындай бірнеше бөлме бар. Жалпы ішіне кіріп қараса адамдар өзіне қолайлы отырғышта отыра ма, немесе жерде жастанып тамақ ішеміз, соның барлығы жақсы жасалған. Мен қазір төменге түсіп, жалпы ас қалай дайындалып жатыр, соны көрсетемін. Мінекей, менің артымда тамақтың қалай дайындалатындығын байқауларыңызға болады. Жалпы осында келіп жатқан, осында тамақтанып отырған қонақтардың барлығы да осы жерде ас мәзірі қалай жасалып жатқандығын барлығы өздері көз жерімен көріп бақылап отырады. Бұл сонысымен де өте бір қызықты, адамға жақсы екен. Сосын тағы бір назар аударғаным мәзір жолағы дейді. Сыртында қазақтың келіннің суретін әдейі бейнеленген. Себебі бұл біздің мейрамхананың негізгі символы деп сөйлейді. Қазақта сөз бар ғой, қазақта келін бір қолмен әлемді тербейді, бір қолмен бесікті тербейді деп. Бұл шын мәнінде біз ұлт ретінде сақталуымыз, қазақ болып сақталуымыз, кең байтақ жерді сақтауымыз, осы біздің қазақтың қыздарының мықты тәрбиелі болғандығы және мықты ұлдарды, мықты қыздарды тәрбиелегендігінің арқасы ғой. Мінекей, сақыт деп атауды қоюында да мәні сода екен. Қазақтың бұрынғы өзінің ата-бабамыздың бойындағы мықты рухани тәрбиені және құндылықтарды біз келесі ұрпаққа жақсы етіп жеткізу. Соны меңзеп, мынадай қылып жасап қойыпты. Енді жаңа мен айттым, артындағы ас қалай дайындалып жатқанын көре аласыз. Мына жерге қарап, мысалға
басыңызды көтеріп былай қарай қарасаңыз, мына жердің барлығында да әнекей терезелер, таңбалы андай белгілер кезіндегі мынау сарматтар, одан ерте кезеңдегі қолдардан табылған мынау таңбалы тастардағы осылардың барлығын осы жерге әкеліп әдемі етіп сыйғызыпты. Мен бұл мейрамхананы өтіп бара жатып көзім шалып қалды. Ол бір мейрамхананы бір насихаттап жарнамалайын деген мақсат жоқ. Бірақ та бір мейрамхананың өзінің ішінде осыншалықты қазақтың мәдениеті, руханияты, тіпті кәдімгі музей іспеттес қылып жасалғандығына мен өте қатты риза болдым. Сондықтан осы мейрамхананы ұйымдастырған, осыны ойластырған, осыған қызмет етіп жатқан, қызмет етіп жүрген барша қазақтың азаматтарына, кәсіпкерлерге алғысымды білдіремін. Еңбектеріңіз жемісті болсын.